Сәлем балалар! Бүгін біздің каналымызда математика, 1-ші сыныптың 10-шы сабағы. Сабақтың тақырыбы 5-ке дейін санау. Бүгін сен 5-ке дейін санап, қосуды және азайтуды үйренесің. Бірінші есепке назар аударайық. 2, 3, 4, 5 сандардың құрамын айт. Мынау 2 деген саны бар. Үйге қарайықшы. 2-нің құрамына қандай сандар кіреді екен? Дұрыс айтасыңдар. 1 қосу 1 тең болады 2. Екіншіге назар аударайық. 3 деген саны бар. 10 терезесінде қандай суреттер тұр, қандай сандар тұр? 1 қосу 2 тең болады 3. 2 қосу 1 тең 3 болады мәні. Қосылғыштардың орны ауысқанмен қосындының мәні өзгермейді. Келесі үйге қарайық. 4 деген саны бар, иә? Олардың құрамына не кіреді екен? 1 қосу 3 тең 4, 2 қосу 2 тең 4, 3 қосу 1 тең 4 болады екен балалар. Келесі үйге назар аударыңдар. 5 деген саны бар. 1 қосу 4 тең 5, 2 қосу 3 тең 5, 3 қосу 2 тең 5, және 4 қосу 1 тең 5 болады екен балалар. Ал балалар, келесі екінші есепті шығарайық. Ауызша есепте кез келген 4 мысалды жаз. 1 қосу 1 мәні 2-ге тең болады. 2 қосу 1 тең 3, 3 қосу 1 тең 4, 4 қосу 1 тең 5 болады. Дұрыс айтасыңдар балалар. 1 қосу 2 тең 3, 2 қосу 2 тең 4, 3-ке 2-ні қосқанда 5 болады. 1-ге 3-ті қосқанда 4 болады, 2-ге 3-ті қосқанда 5 болады. 1-ге 4-ті қосқанда да балалар 5 болады. Дұрыс айтасыңдар. Ал балалар, бізде төменде берілген есептердің бәрі азайту амалдары екен. 2-ден 1 азайтқанда 1 болады, 3-тен 1 азайтқанда мәні 2-ге тең болады, 4-тен 1 азайтқанда 3, 5-тен 1 азайтқанда 4 болады балалар. 3-тен 2-ні азайтқанда 1, 4-тен 2 азайтқанда 2, 5-тен 2 азайтқанда мәні 3-ке тең болады. Келесі 4-тен 3 азайтқанда 1, 5-тен 3 азайтқанда 2, және 4-тен 1 азайтқанда балалар 1 болады. Дұрыс айтасыңдар. Екінші есеп сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ал балалар, келесі 3-ші тапсырманы бірге есептейік. Сурет бойынша мысалдар құрастыр және жаз дейді. Қараңдаршы балалар, бірінші тарелкада неше алма тұр? 4 алма тұр. Дұрыс айтасыңдар. Оған 1 алманы қосқанда 5 алма болады. Өте дұрыс. Астында есепке назар аударыңдар. Бірінші тарелкада бізде 3 алма тұр. Оған 2 алма қосқанда 5 алма болады. Төмендегі есепте бір тарелкада 2 алма тұр. Оған 1 алманы қосқанда 3 алма болады. 3 алмаға келесі тарелкада 2 алманы қосқанда 5 алма болады. Бұлардың барлығы 5 санның құрамы болып есептеледі. Келесі оң жақтағы есепке қараңдар. Бір тарелкада бізде 1 алма тұр. Келесі тарелкада 4 алма тұр. 1-ге 4-ті қосқанда 5 болады балалар. Астындағы суретте балалар қараңдаршы. Бірінші дыста бізде 2 алма тұр. Оған қосамыз келесі дыстағы 3 алманы. Тең 5 алма болады. Астындағы суретке назар аударыңдар. Бірінші дыста 1 алма тұр. Оған келесі дыстағы 2 алманы қосқанда 3 алма болады. Барлығы 3 алмаға келесі дыстағы 2 алманы қосамыз. Сонда тең 5 болады балалар. Мінекей балалар, соңғы есепке де келіп жеттік. Соңғы есепті бірге шығарайықшы. 5 қарындашты бос 2 қаламсауытқа сал. Әр қаламсауытты неше қарындаштан болуы мүмкін дейді балалар. Бұл қарындаштарды балаларына берілген 5 қарындашты біз үстіңгі жасыл қаламсауытқа 2, астыңғы қызыл қаламсауытқа біз 3-еуін салуымыз мүмкін. Немесе орындарын ауыстырып, үстіңгі жасылға 3, астыңғы қызылға 2 қарындаштан салуымыз мүмкін. Немесе балалар, жасыл қаламсауытқа 4 қарындаш, астыңғы қаламсауытқа 1 қарындаш, немесе бұларында орын ауыстыруға болады. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Сабақ ұнаса лайк басып тіркеліп алыңдар, және де қоңырау белгісін бассыңдар. Жаңадан шыққан сабақ сендерге міндетті түрде бірінші болып көрінеді. Қош сау болыңдар балалар.